Міне, мен бірнеше ай болды бұрынғы күйеуімнің көңіл көтеретін ойнасына айналдым. Оны мен 2 жыл бұрын ажырасып кеткенмін. Өңді, денелі жігіт еді, бизнеспен айналысатын. Ортамызда 3 жасқа келген бала бар. Бірақ күйеуімнің мінезі солай ма, білмеймін, боғауыз. Көрінген нәрсеге бола мені боқтап, кейде елдің көзінше ұрып та тастайтын. Онымен бірге қонаққа барудан қалдым. Үнемі мені жұрттың көзінше келемеждеп, кекетіп, мұқатып отыратын. Бұл бейшара қатын маған кездесіп адам болды. Тексіз, қайыршы отбасынан шыққан қыз. Күйеу бала ретінде жылына 1 рет қонақ болып үйіне барсақ, шешесі рожки, вермишель пісіріп алдымызға қояды. Мұндай басқараны еш уақытта көрмеппін деп, достарының ортасында мені мұқатып отырғаны. Ер азамат болып басқа әңгіме айту жоқ. Өзге еркектер әйелін қолпаштап, қайын жұртын жоғын жасырып, барын асырып отырушы еді. Менің күйеуім керісінше сайрайды. Қажеті қанша қаза беріп. Қалай десең де әйеліңмін, ұлыңды бағып, үйіңді қарап, тапқанымда ұқсатып отырмын. Енді маған не дейсің? Отбасым, жарым, балам деп күн кешетін кезің жетті ғой десем, ой шешеңді маған ағыл айтпа, сен кімсің? Тексіз миғыла деп жуан жұдырығын ала жүгіретін. Содан бірнеше рет тексіз қайыршының қызы кет, мен дұрыс жерден қыз аламын деп ұрған соң ажырасып кеттік. Ол менде қалды. Ол баласын да, мені де артына іздеп келмеді. Сөйтіп жүргенде Досымбек ағаның кездестірдім. Өте қарапайым жан. Менен 20 жас үлкен. Сөзіміз жарасып шаңырақ құрдық. Ол менің баламды өз баласындай көрді, шеттетпеді. Ұлым деп еркелетіп ойнатып жүргені, бақытымды енді таптым. Тәуба, ұзағынан болғай деп ішінен тілеу тілеп жүріп жаттым. Қызды болдық. Досымбек жұмыста. Одан қалса кітапханада отырады. Докторлықты қорғаймын деп жүгіріп жүр. Бір күні адресті қайдан тапқаны белгісіз бұрынғы күйеуім Жомарт келіп тұр. Сәл ішіп алған сияқты, өңіп, қызарып кеткен. Бір пәле жасайды деп шошып кеттім. Досымбек жұмыста еді. Қорққанымды білдірмей салқын қарсы алдым. Кішкене қызым бесікте ұйықтап жатқан, ал ұлымыз балабақшада. Ұлым қайда? Көргім келеді деді. Оны қайтесің? Өзің ғой. Бала қажет жоқ деп отказ берген. Енді есіңе түсті ме деп едім. Ей, не деп тұрсың? Қазір сені бауыздап өлтіріп кетемін деп тап берді. Қорыққанымнан орнымнан қозғаламай қалдым. Ол мені төсекке алып ұрып ойындағысын істеді. Қазір күйеуім келеді деп қарсыласқаныма қарамады. Тыржалаңа шешіндіріп үстінен түспей қойды. Рас, ол күшті еді. Төсектегі қимылын айтамын. Екінші күйеуім Досымбек ондай емес. Аптасына төсекте бір болсақ болды. Болмаса ол да жоқ. Үйде түнмен қағаз шұқылап отырғаны, қашанғы оны күтіп отырамын. Ұйықтап қаламын. Төсек қатынасына тым сирек барамыз. Ал мына Жомарт ондай емес. Төсекке бір жаттық па, түннің бір уағына дейін аймалап, үстінен түспей, айызым бір қанып қалатын. Бұл жолы да солай болды. Күйеуім ұлымды балабақшадан алып келетін кез қалды. Өтінемін, кетші деп жалындым. Бір жағынан оның қарулы құшағында жата бергім келді. Қалай десең де алғаш етегімді көтерген күйеуім ғой. Одан былай кездесіп тұрайық. Егер қашатын болсаң, ошағыңды ойрандаймын. Баламды тартып әкетемін деп қорқытты. Бір жағынан ақшалы адам ғой. Біреуді жалдап қырып кетіп жүрер деп қорықтым. Екінші жағынан төсектегі қарулы құшағын аңсап, несі бар? Бөтен емес, бұрынғы күйеуімді ғой деп, кездессем кездесіп тұрайын деп оған келісім бердім. Міне, содан бері бірнеше ай өтті. Бұрынғы күйеумен жасырын кездесіп тұрамын. Оның көңілдесіне айналдым. Кейде ол қайта қосылайық, бәрі дұрыс болады деп қояды. Ол ұсынысын қабылдаудан қорқамын. Досымбекті тастап Жомартқа қайта барғасын, ол баяғы тілігіне қайта басама, кім білсін. Басқа еркекті көрдім, біреудің қатыны болдың деп өткен өмірді бетіме басып, тағы ұрып соғып, кері қуып жібереме. Өзімді жаным деп аймалайтын, балаларымды құлыншақтарым деп еркелететін Досымбектен айырылып қаламын ба? Бірақ қашанғы біреудің ойнасы болып, құмарым қандыратын қуыршағы болып жүремін. Досымбек біліп қалса қайтемін деген ойлар қазір басымда шырмап алды. Бірақ ақиқат дүние. Не бұрынғы күйеуіме қайта қосылу, не қазіргі күйеуімнің көзіне шөп салғанды тоқтатып, бір жағына шығу. Екі кеменің құйрығын ұстаған суға кетеді деген бар емес пе? Маған соның бірін таңдау керек. Не істерімді білмей жүрмін.
деп кейіпкер өзінің сөзін аяқтады.